Ассалаумалейкум оқырмандарым, бүгін сіздермен салмалы сүзбелі булочки рецептісімен бөліскім келіп отыр. Булочкиларды пісіруге бізге ұн, сүзбе, жұмыртқа, ашытқы, сүт, қант, ванилин, маргарин майы қажет. Қажет заттардың мөлшері видеоның астында жазылған. Алдымен жылы сүтке ашытқымызды салып, араластырып 10-15 минутқа қоямыз. Келесі ыдысқа сүзбемізге жұмыртқа, қант, ванилинді қосып араластырып аламыз. Ұнымызға сүзбемізді, дайындап алған ашытқымызды, маргарин майын ерітіп құямыз. Барлығын алдымен қасықпен ыңғайлы болу үшін, кейін қолымызбен кәдімгі жұмсақ қамыр илейміз. Қажет болса аздап тағы да ұн қоссаңыз болады. Осымен қамырымыз дайын. Бетін жауып жылы жерге 1-1,5 сағат ашытамыз. Қамырымыз өте жақсы көтеріледі, көріп отырғандарыңыздай. Енді қамырымызды алдымен 2 бөлікке бөлеміз, кейін әр бөлікті тағы да 1 келкі етіп 8 бөлікке бөліп шығамыз. Әр бөлікті жекелеп дөңгелектеп аламыз. Бетін орамалмен жауып, шетінен булочкиді формаға келтіріп жасай бастаймыз. Салмасына сарыөрік тосабын қолдандым. Сіздер басқа да салма түрлерін қолдансаңыздар болады, бастысы сұйық болмауы тиіс. Булочкиларды жасауда 2 түрлі қарапайым әдіс қолдандым. Әр бөлікті видеодағыдай қолмен жайып, салмасын салып, кейін конверт тәрізді бүктеп ораймыз. Шетін шымшып жапсырамыз. Осы конверт тәрізді бүктеу әдісімен алғашқы 8 данасын жасадым. Дайындаған булочкиларды противенге салып, бетін жауып 10-15 минутқа қоямыз. Булочкидің келесі түрін қолмен жаямыз. Бір шетіне салмамызды салып, салмамызды жабылатындай шетін шымшып жапсырамыз. Қалған бөлігін пышақпен шетінен 3-5 мм қалдырып жолақшаларға кесеміз. Салмамызды салынған бөліктен бастап орап шығамыз. Шетін жапсырып, пішінін әдемілік үшін аздап доғалдатып қоямыз. Осы әдіспен қалған келесі 8 дөңгелегімізді жасап шығамыз. Барлық булочкиларды формаға келтіргеннен кейін бетін жауып 10-15 минутқа тынықтырамыз. Әзірше алдыңғы конверт булочкилеріміздің бетіне жұмыртқа жағып, қаламызша кунжут немесе мак себеміз. 180 градуста қызып тұрған пеште пісіреміз. Екінші әдіспен бүктелген булочкилерімізді бетіне жұмыртқа жағып пісіріп аламыз. Ұсынар алдында піскеннен кейін бетіне қант ұнтағын себуге болады. Булочкилер сондай дәмі керемет, жұп-жұмсақ лүпілдек болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Рецепт ұнаса, лайк басып, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.